Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода Black проектінен путь крафтера деген видеоны түсіретін боламыз. Короче, достар, бұл жол бізде только крафтить ету деген сияқты и крафттың заттарын сату деген сияқты перекупство деген нәрсе болады. Ал міне достар, біз бұл күні, Волгоград деген серверге көшетін боламыз. Бұл серверде, менің цельдарым көп. Енді біреуін айтып кетейін, ол главныйлардың бірі, Ерханның семьясына кіру. Неге десеңдер, себебін айтқанда, Ерханның семьясы жабық қой былайынан. А былай, бұйырса жақсы дамып, нормальный болып, Ерханның семьясына кіре аламын. Одан кейін Ерхан семьясымен и дальше больше дамитын боламын. Және де достар, мен сіздерге айтайын, неге Ерхан семьясына, потому что мен тоже тиктокермін. Ерханды былай танимын. Ол ютубер, былай танимын ол баланы. И сіздерге айтайын, осы путь крафтерда бізде андай бір нәрсе болады. Чисто андаймен жұмыс істейміз ғой. Путь крафтерлардың заттарын сатамыз, сосын кей кезде перекупство машинамен жасаймыз. Кей кезде крафттың заттарымен перекуп жасаймыз. Мысалға айтайын, волокноны примерно арзанға алып, қымбатқа сату керек. Мысалға волокно осында бізде 10.000 рубль тұрады Волгоград серверінде. Волгоград серверін ақырындап жаттап келе жатырмын, өздеріңіз білетіндей. Одан кейін реагенттар, мен осы реагенттарды сатамын 30.000 рубльдан. И оның барлығы мен қайдан табамын деген сұраққа келесі видеода жауап беретін боламын. Бүгінгі видеода чисто қалай мен екінші уровеньға жеттім деген әңгіме болатын болады. Міне достар, мен көріп тұрғандарындай уже заттар, осы дядя Славаның заттарын жасап жатырмын, квесттарын. И осылай звондайды, біз оған ответить етеміз. Одан кейін сразу ана алдыдағы 24-те жетеміз, негізі закусочная ғой. Бірақ бұл жолы 24-те жеті болып тұрады дядя Славаның квестінде. Міне достар, келдік. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қазір осы жерге кіреміз. Осындай бізге купить аптечку деп тұр. Қазір аптечка сатып аламыз. Все, применить аптечку дейді. Қазір аптечканы қолданамыз. Heal me деп жазайық. Қазір күте тұрыңыздар, heal me. И все достар. Көргендеріндей осылай аптечканы қолданамыз. Если бұлай жазып отырғыларың келмесе, мынау студия тұрған сумканың фотосы тұр, соны басып, кіріп кете аласыңдар. Инвентарға сразу. Міне достар, келдік. Ойбай, не қатып кетті. Ойбай, не болып жатыр. Міне дядя Слава машинасы әлі ашылмай тұр, потому что дядя Славаны әлі бізге звондау керек. А все уже алдық. И слушай, ласточка тавер услуга заслуг. В общем, аманатқа қиянат жасама. Бұл нивамен жалпы көлігім, мен ласточкам деп тұрды. Өзінің ит аяғын, бізге ласточка деп тұрға. И сгоняй сервис, освежай Дима, бірнәрсе дейді. Ендігі кезек дядя Славаның ит аяғына отырамыз да. Сталин центрға барамыз. На көліктің, бір нәрсесін ауыстырамыз. Бізге бұл дядя Славаның квестінде бізге үйретеді, қалай андай немелерді жасайды. Қалай айтсам болады. Қалай машинаға чөнек жасайды, қалай кейс ашады, қалай нафармить етеді деген сияқты сұрақтарға жауап бар дядя Славаның ісінде. Новичоктарға таза арналған зат, осы дядя Славаның квесті. Бұрында бірақ дядя Михайлович деген сияқты ағамыз, бұрында болды ғой. Ол кісі енді бәл жесткий легенда ғой, Бірақ оны алып тастады да, бізге оның орнына дядя Славаны қойды. Дядя Слава баса жоқ. Жақсы, нормально жасаған бүкіл жұмыстарын. Но дядя Михайловичқа жетпейді. И мұнда любой бір цвет аламыз, басамыз, шығамыз. Біз қайда барамыз қазір. Бізге кейс новичок, кейс бомжа дегенді берді бізге. Оны ашатын болсақ бізге кереметтей заттардың біреуі түседі. И достар, айта кетейін, бұл путь крафтера қыстың аяғына дейін барады. Неге десеңдер, бұл Волгоград серверінде, менде чисто неме болады. Нафармить етеміз. Казик деген сияқты заттарға мүлде жоламаймыз. Себебін айтқанда, ол жақта чисто неме жасаймыз, сливать етеміз ақшамызды. Так что осындай ғана жұмыстар жасаймыз. И кейс бомжаны осы жерден ашып жібереміз. И бізге 120.000 рубль түсті. Бұл енді новичоктар үшін нормально. И достар, бізде бір жақсы нәрсе айтайын. Екінші бөлімде біз сразу 1 миллион сразу нафармить етіп аламыз. Оны мен сіздерге көрсетемін, қалай мықты болуға болады. Сіздерге айтайын, водолаз деген сияқты заттар жасағанша лучше бір
новичоктардың заттарын мынандай жұмыстарын жасаңыздар. Қазіргі уақытта чисто солар ғана көтеріліп жатыр, қалғандарын білмеймін енді. Қазір бізде заправкаға барамыз, достар. Мен тақырыптан алшақтамай қойын. Осында заправкаға барамыз, одан кейін заправкаға осы Ниваны заправить етеміз де, ары қарай туда-сюда, лям туда, лям сюда болады. Мынан шахтаға барамыз. Себебін айтқанда, шахтадан бір заттар, жұмыс істейміз. 1000 рубль тауып болғаннан кейін қайттан Дедеславаға келетін боламыз. Бізде уақыт уже 39 кетті. Біз болса 45-ке дейін или сол кезге қарай уже аяқтап тастауымыз керек. Себебін айтқанда, бізде осы PD-ді алып үлгеруіміз керек. Қазір менде календарда випка бар ғой. Соны аламыз да, сразу бір опытты иеленіп алсақ, вообще күшті болады ғой, Достар, қазір мен шахтаға барып, уже жасап болғаннан кейін бірақ түсіремін. Себебін айтқанда, өздеріңіз де білесіздер, қалай шахтада жұмыс жасау керектігін. Барлық жұмысты аяқтадық, достар. Қазір барамызда Дедеславаға пока-пока чау айтамыз да. Ары қарай сіздерге де пока-пока чау айтатын боламын. Себебін айтқанда, бүгінгі видеода чисто Дедеславаның заттарын орындаймыз, квесттарын. Все, бізде осындай бір нәрселер беріп тұрады. Еще мені бар ғой, кнопканы бүйтіп басқан сайын, экран басқан сайын қара нәрсе болады. Көріп тұрғандарындай осы F90-ны аламыз. Мынандай Жигулиден бастаймыз да, бір F90-дан аяқтаймыз. Маған осы жердің сюжеті қатты ұнады. Себебін айтқанда, нағыз РП-ні көрсетіп жатыр. Мұнда кейбір отбасына осындай бір үйді көрсетіп жатыр, қалай үй мына жерден алып жатыр. Мұнда милиция болып жатыр, мұнда вообще армия болып жатыр деген сияқты ғой. Мұнда вообще банк тонап жатыр жоқшылықтан, мұнда вообще гонка болып жатыр. Так, мұнда мынандай бір полиция, погоня істеп жүр, МЧС, тағы бір заттар болып жатыр. Мен сіздерге барлығын айтпай қойын. Ал достар, бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Және де келесі видеода бұйырса Алла қаласа қыс болатын шығар деген ойдамын. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока, чау.